Қазақстан әлемдегі ең аз кітап оқитын елдердің бірі. Сеуорд іскерлік басылымы жүргізген үлкен халықаралық зерттеуінде Қазақстан халқының кітап оқу деңгейінің өте төменде екені көрінді. 2024 жылғы рейтингте еліміз 102 елдің ішінде 95 орынға түсті. Зерттеуге қатысқан 6,5 миллион адамның жауаптарына сүйенсек, қазақстандықтар орташа есеппен жылына бар болғаны 2,77 кітап оқиды екен. Бұл 3 кітапқа да жетпейтін көрсеткіш. Көршілес елдер біздің алдымызда келеді. Орталық Азияда Қазақстан соңғы орындарының бірінде тұр. Тәжікстан 4,5 кітап, Қырғызстан 3,96 кітап, Түркменстан 3,18 кітап, ал Өзбекстан бұл рейтингке мүлде енбеген. Қазақстан Алжирден кейін Иракпен бір деңгейде орналасқан. Ең аз кітап оқитын елдер. Кітап оқу көрсеткіші ең төмен 3 ел. Ауғанстан 2,56, Бруней 2,59, Пәкістан 2,66 кітап жылына оқиды. Ал ең көп оқитын елдер ақш пен Үндістан. Әлемнің ең белсенді оқырмандары ақш тұрғындары. Бір адам жылына 17 кітап оқиды. Үндістан 16, Ұлыбритания 15, Франция 14, Италия 13 кітап. Ресейде алғашқы 10-ға кіріп, 11 кітаппен Қазақстаннан 4 есе жоғары нәтиже көрсеткен. Қазақстан тұрғындары кітап оқуға жылына небәрі 65 сағат қана жұмсайды. Бұл аптасына 1 сағаттан сәл ғана ұзақтау. Салыстырсақ, Тәжікстан 89 сағат, Қырғызстан 87 сағат, Түркменстан 74 сағат, Ресей 223 сағат, ақш 357 сағат жұмсайды екен. Қазақстан Ауғанстаннан 58 сағат, небәрі 7 сағатқа ғана озып тұр. Мәлімет ranking.kz сайтынан алынды.